Ассаляму алейкум тігінші ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай органайзердің тігілу жолын көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге прозрачный клеенка, косая бийка, сызғыш, ручка, қайшы, жіп және қыстырғыштар қажет болады. Алдымен клеенкамызды алып, өзімізге қажет өлшемдерді ручкамен сызып, белгілеп, қайшымен қиып аламыз. Міне мен қиып алдым. 64-12 сантиметрден бір дана және 44-12-ден 2 дана және ұзындығы 12, ені 10 сантиметрден 10 дана клеенка қиып алдым. Енді осының екі жанына, яғни еніне және қалған бөліктердің тек қана ұзындығына барлығына лентамызды машинкамен тігіп аламыз. Міне мен тігіп жатырмын. Басында және аяғында закрепка беруді ұмытпаймыз. Және артық жіптерін сразу қиып отырамыз. 64-12 бөлігімізге тігіп алдым. Енді қалған бөлігіміздің барлығының тек қана ұзындығына лентамды қайырып осылай тігіп аламын. Міндетті түрде басында және аяғында закрепка беріп, артық жіптерін қиып тазалап отырамыз. Мен барлық бөліктерге лентамды тігіп алдым. Енді 44-12 бөлігімді алып, арасына 4 сантиметр аралықта 10 белгі қойып шығамын. Осылай екінші бөлігіне де 10 белгі қойып шығамын. Енді ұзындығы 12-10 сантиметрлік бөлігімізді алып, біріншісін бірінші белгіге, екіншісін екінші белгіге, үшіншісін үшінші белгіге, солай 10-шы белгіге дейін қойып, осылай шетінен бастап жоғарыдан төменге қарай тігіп аламыз. Мінекей мен тігіп алдым. Енді екінші бөлігімізді оң жағына қарай қоямыз да, біріншісін бірінші белгіге, екіншісін екінші белгіге, солай 10-шы белгіге дейін екеуін қосып 0,5 сантиметр аралықта жоғарыдан төменге қарай түзу тігіспен тігіп аламыз. Және артық жіптерін міндетті түрде қиып отырамыз. Мен тігіп алдым. Мінекей осындай бізде органайзеріміз почти дайын болып қалды. 64-12 бөлігіміздің екі шетінен 12 сантиметр белгілеп, жаңағы органайзеріміздің шетін сол белгіге қоямыз да, қыстырғышпен қыстырып, осылай төрт жағынан да қыстырып аламыз. Содан кейін машинкамен түзу тігіспен осылай тігіп шығамыз. Мінекей мен екі жағында тігіп алдым. Енді төрт қабырғасын қосатын боламыз. Ол үшін жоғарыға қарай көтеріп, осылай екі жанын және мына жақтан да осылай төрт қабырғасын қосып тігіп алдым. Ендігі кезекте әдемілік үшін лентамызбен осы тігістерді жасырып тігіп шығамыз.
Осымен біздің органайзеріміз дайын. Өте әдемі, оңай тігілу жолымен бөлістім. Егер де органайзер ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта тігіннің басқа да қыр-сырларымен бөлісіп, видеолар салып отыратын боламын.